Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тез дайындалатын рогаликтің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен 250 мл жылы суға 3 ас қасық қантымызды салып, 2 жұмыртқамызды салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Bir ас қасық ашытқымызды салып, 1 шай қасық тұзымызды салып, 100 мл сұйық майды құйып араластырамыз. Unumuzu az-azдан салып араластырып отырамыз. Жалпы бізге 400-450 грамм арасында un қажет болады. Осылай илеп, қамырымызды 10-15 минутқа демалдырамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Қамырымызды екіге бөліп, 2 түрлі рогалик жасайтын боламыз. Енді қамырымызды дөңгелектеп жайып, бірдей бөліктерге бөлеміз. Рогаликтің начинкасына өзіміз қалаған варенье салсақ болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығарамыз.
Mine ragalik dayım boldu. Öte dämdi, äri yumsak bolup çykdy. Eger reseptim unasa like basıp kommentari жазыңыздар. Kanalyma tirkelүүdü unutmaňyzlar.